Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осында керемет шоколадты пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысқа сүтті құйып, үстінен қантты саламыз. Жақсылап араластырып, жұмыртқаны қосамыз. Тағы да жақсылап қозғап аламыз. Ал енді үстінен ұнды, какаоны, разрыхительді қосып, біркелкі масса шыққанша жақсылап қозғайтын боламыз. Міне бізде біркелкі масса дайын болды. Енді үстінен сұйық майды қосып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне біздің массамыз осындай біркелкі болып шықты. Енді керекті формамызды алып, астынан пергамент қағазын төсеп аламыз. Енді массамызды құйып, жақсылап орналастырып, 180 градуста қызып тұрған пеште 25-20 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Ол уақытта сүтке қантты қосып, жақсылап араластырып қыздырамыз, ыстық етіп. Дайын болған пирогымызды ыстық күйінде осылай кесіп шығамыз. Бұлай кесу міндетті емес, өзіңіздің қалауыңызша жай ғана тесікшелер жасап, үстінен құйып шықсаңыз да болады. Осылай кесіп болғаннан соң үстінен сүтті ыстық күйінде құйып шығатын боламыз. Осылай толықтай сіңгенше шамалы уақыт күте тұрамыз. Ол уақытта біз шоколадты ганаш дайындап қоямыз. Шоколад пен майды ерітіп, осылай үстінен құйып шығатын боламыз. Енді тоңазытқышқа шамамен жарты сағаттай уақытқа қоямыз. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептімен жасап көріңіз. Бір жасағаныңыздан пирогыңыз көтеріліп, әдемі болып пісіп шығады. Ас болсын.